Менің тікелей эфиріме қош келдіңіздер. Менің есімім Тұмархан Мансұр Ұланұлының. Мен 10 жастамын. Мен күйбес скулында оқып жатқаныма 3 ай уақыт болды. Сол 3 ай ішінде үйренген барлық күйлерімді сіздерге тартып беремін. Қабыл алыңыздар. Бірінші тартатын күйім Құрманғазының Саранжап деген күйі. Саранжаптың сіздерге тарихын айтып берейін. Жас кезінде Құрманғазы атамыз түрмеге түседі. Сол кезде бір Саранжап деген қалмақпен түскен кезде екеуі достасып қашуды ұйғарады. Сол кезде қашып Құрманғазының шәкіртіне үйіне барады. 2 ай жатып тығылып, сол кезде Құрманғазы мен Саранжап екеуі өз елдеріне кетуді ұйғарады. Сол кезде Саранжап кетіп бара жатқан кезде Құрманғазы айтады: «Ей, Саранжап, тоқта, біз екеумізді тағдыр қосты. Сол үшін осы күйді арнап шығарып салған. Қабыл алыңыздар». Рахмет. Келесі тыңдайтын күйлеріміз халық күйі кеңес. Бұл күйдің тарихын атынан-ақ білуге болады. Бұрынғы заманда кеңесті ақсақалдар шешетін. Ауыл аймақтарда ақсақалдар жиналып бір-біріне кеңес ұсынатын. Сол нақты кеңесті тыңдап шешетін. Қабыл алыңыздар. Халық күйі кеңес.
халық күйі келіншек. Бұл күйдің де атынан айтып тұрғандай тарихын да білуге болады. Бұл күй қыз келіншектерге арналған күй. Ал сіздерге енді татып берейін. Рахмет. Келесі тыңдайтын тағы да Құрманғазы атамыздың Айжан қыз деген күйі. Бұл күйдің тарихын айтып берейін. Жас кезінде Құрманғазы атамыз бір қызға ғашық болады. Сол кезде сол қыздың атын біліп Айжан қыз деген өзінің жас кезіндегі махаббатына осы күйді арнаған. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Келесі орындайтын күйі Ақжелең. Қазанғап. Бұл күйдің авторы Қазанғап атамыз. Бұл күйдің тарихы 62 тамырдай 62 Ақжелең бар. Сол Қазанғап атамыз 62 Ақжелеңнің бәрін тартқан. Сол 62 Ақжелеңнің бір Ақжелеңін сіздерге тартып берейін.
Келесі орындайтын күйім Әбдімомын Желдібаев атамыздың Ерке Сұлқан күйі. Жас кезінде атамыз бір қызға ғашық болады. Ол қыз бірақ ерке болған. Сонымен осы Ерке Сұлқан деген күйді арнаған. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Осымен менің тікелей эфирім аяқталды. Сіздерге көп рахмет уақыт бөліп менің тікелей эфиріме кіргендеріңізге. Сау